Европаның ортасындағы шағын Андорра елінде өзінің президенті жоқ. Бұл ел Франция мен Испания арасында жатыр. Енді мына қызыққа қараңыз. Андорраны Францияның президенті мен испан епископы басқарады. 9-10 ғасырда Андорраны Уржель епископы басқарған. Бірақ Андорраны қорғайтын әскері болмаған соң епископ Франция аумағындағы Фуа графынан қорған сұрайды. Епископ графқа Андорраны бірге басқаруды ұсынады, ал 11 ғасырда Фуа графы Андорраны толық алғысы келеді. Бұған епископ келіспейді. 1278 жылы екі тарап Париж келісіміне қол қойып, Андорраны екеуі теңдей басқаруға келіседі. Кейін Фуа графы Франция империясына, одан соң Франция мемлекетіне қосылады. Ал Уржель епископы Испаниямен біргеді. Содан бері Андорраны Франция президенті мен испан епископы басқарып келеді. Дегенмен уақыт өте бұл формальды басқаруға айналды, ал Андорра мемлекетінің ісін парламент пен үкімет тікелей жүргізеді.